Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге өзімнің Instagram парақшамда жарияланған небәрі 1%-бен берілетін несие туралы айтқым келеді. Осы видеоның соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Бізде даму қоры, яғни кәсіпкерлерді субсидиялайтын, яғни қолдайтын қор, ол бізде бүкіл Қазақстан бойынша даму аймақтар деген программасы бар. Дәл қазір мен сізге сол аймақтардың бірі Шымкент қаласы туралы айтқым келеді. Дәл осында бағдарлама бүкіл Қазақстан бойынша бар. Әрқайсысын мен алдағы уақытта жеке-жеке айтатын боламын. Ендеше бізде Шымкент қаласы регион, бұл қала бойынша бізде іскер қала деген бағдарламасы бар. Бұл бағдарлама бойынша бізде субсидиялайтын даму қоры, бірақ беретін, несие беретін банк Центркредит болып табылады. Мұнда максималды сома кез келген бизнес үшін 10 миллион теңгені құрайды, және де егер сіз өндіріспен айналысатын болсаңыз, яғни қоғамға пайдалы іспен айналысатын болсаңыз, мысалы білім, спорт, медицина, жиһаз өндіру, яғни жаңа жұмыс орындарын ашу сияқты істермен айналысаңыз, онда сізге максималды сома 50 миллион теңгеге дейін беріледі. Мерзімі, егер сізде инвестиция, мақсатыңыз инвестиция болатын болса, онда 84 айға беріледі. Ал егер сізде айналым қаражаттан толтыру болса, онда сіздерге 36 айға беріледі. Дәл осы іскер қала бағдарламасы бойынша тек қана Шымкент қаласы қарастырылған, бірақ басқа аймақтарда да осыған ұқсас программалар бар, бағдарламалар. Ол туралы мен келесі видеода айтатын боламын, өйткені барлығы бір видеоға сыймайды. Енді осы іскер бағдарламасына қатысу үшін даму фондынан бөлек бізде міндетті түрде банктың шарттарын ескеруіміз қажет. Себебі даму қоры міндетті түрде банкпен жұмыс жасайтын болады. Бізде банктың шарттары, ол бізде 1 жылдан асқан ИП немесе ТО болуыңыз қажет. Яғни егер сізде жаңадан ашылған болса, олар оны қабылдамайды. Екінші, оборот, яғни айналым сізде жылына 10 миллионнан астам болуы қажет. Егер сіз осы уақытқа нулевкамен немесе минималды отчетпен жауып келсеңіз, онда ол сізге жарамайды. Және де оң кредиттік тарих болу керек. Яғни сізде соңғы 3 жылда мүлдем просрочка деген нәрсе болмауы қажет. Және де сізден міндетті түрде банк кепіл сұрайтын болады. Осы бағдарлама аясында егер сіздің кепілге қоятын үйіңіз, жылжымайтын мүлігіңіз аз бағаланса немесе арзан тұратын болса, онда сізге көмекке даму факторинг келетін болады. Яғни кепілге жетіспей тұрған суманың 50%-на дейін бұлар субсидиялайтын болады. Енді ең бастысы, бұл несиенің ставкасы небәрі 7%-ді құрайды. Егер сіз өндіріспен айналысатын болсаңыз, яғни қоғамға қажет кәсіппен айналысатын болсаңыз, онда сіз акиматқа, яғни әкімшілікке өтініш беру арқылы тағы да субсидиялайсыз. Яғни бұл жерде тағы да -6%-ды алып тастайды, яғни акимат субсидиялайды. Сонда сізде де конечная ставка 1%-ды құрайтын болады. Ал енді бұл жерде ескере кететін жағдай, барлықтарыңызға айтайын, мына жерде мерзімі 84 ай немесе 36 ай деп берілгенімен, бұның субсидиялау мерзімі 24 айдан аспайды. Яғни мысалы несиені 7 жылға алатын болсаңыз, оның даму қоры оның максималды 24 айға, яғни 2 жылын ғана субсидиялайды. Қалған мерзімде сіз банктың кәдімгі процентмен, яғни 20% болса, 20% немесе 20%-бен төлеуге міндетті боласыз. Және де басты шарттан бірі, бұл даму қойылатын шарттан бірі, сіз міндетті түрде бұл ақшаны мақсатты түрде алғандықтан сол бизнеспен айналысуыңыз қажет. Және де осы несиені алғаннан кейін, шамамен 2 жылдан кейін сіздерде міндетті түрде жұмысшы саны өсу керек, және обороттарыңыз бұрынғыдан қарағанда көбеюі қажет. Ал енді басты сұрақтардың бірі, бұл бағдарлама қатысу үшін қайда барамыз және қандай телефон номеріне қоңырау шаламыз, және де қашан басталады деген сұраққа жауап беретін болсам, онда қазір сіздердің экрандарыңызда Шымкент қаласы бойынша
даму қорының контактілері, яғни телефон номері және адрес шығатын болады. Сонымен қоса банктың контакт номері мен адрестері шығатын болады. Және де бұдан да қарапайым әдіс, ол менің WhatsApp-ымда кәсіпкерлерге көмек деген группа бар. Сол группаға тіркелсеңіздер, қаржыландыру пайда болған кезде мен сонда отырған группадағы адамдарға міндетті түрде жариялайтын боламын. Сондықтан группаға тіркеліңіздер. Мінекей, дәл осындай әдіспен сіздер небәрі 1%-ға дейін төмендетілген несие ала аласыздар. Ал енді видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, және де осы бағдарлама бойынша сұрақтарыңыз қалса, міндетті түрде комментарий жазыңыздар. Біз оған жауап беруге тырысатын боламыз. Назарларыңызға рахмет.